Асхат Сағынаев мырза қонаққа келді. Португалиялық телевизия қызметкерлері дәл осы 16 нөмірдегі жас жігітті жиі көрсетуде. Бұл сұрақ негізі Ермұхамедтің өзіне қойылған дұрыс шығар деп ойлаймын, өйткені менің жұмысым ол бір немесе екі адамның аузына қарап отыру емес қой. Комментаторлықтан да шаршайсың, жалпы спорттан да шаршайсың, өйткені сол топ қолай бересің. Мені комментаторлыққа алып келген бір адамның ол Ерлан Қарин. Иә, көпшілік айтады, осы еліміздегі ең талантты, ең мықты комментатор деп ерсін ерікті айтады. Ал Қазспорт телеарнасына келетін болсақ, енді бұлай рейтинг деген ұғым бар ғой. Бүгін бізде таза вайп. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман вайп. Ассалаумағалейкум құрметті достар, Аман Вайп YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін менде өте өзіме ыстық қымбат қонақтардың бірі, өйткені мені осы спорттық журналистикаға, жалпы комментаторлыққа алып келген ағамыз Асхат Сағынаев мырза қонаққа келді. Кеш жарық, құрметті футбол жанкүйерлері, Қазақстанның футбол одағы мен хабар агенттігі назарларыңызға Португалия және Қазақстан ұлттық құрамаларының жолдастық кездесуін ұсынады. Ал португалиялық телевизия қызметкерлері дәл осы 16 нөмірдегі жас жігітті жиі көрсетуде. Мұның өзі Португалия құрамасының жалпы Европа футболының болашақ жас жұлдызына куә болыңдар деген сілтеме болуы да мүмкін. 8 номер капитан Матаевский сейчас передает в центр. Есть возможность ударить и 1-0. К сожалению. Қорғаныстағы әріптестерінің жанын тындыруда. Ал бұл жерде біз құрметті көрермен Алексей Щеткиннің соққан голына дән ризамыз. Бұл жерде гол соғылды, гол есепке алынуға тиіс. Біз айттық қой, бірінші таймда бізге есепті теңестіруге тырысу қажет деп. Әлі де бірнеше минут уақыт бар. Міне Шымкенттің орталық стадионы. Асхат аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Енді сізді таныстырғанда тек қана мен емес, өзіңіз айтыңызшы, Қазақстанға сіз қандай комментаторларды аштыңыз? Өйткені сіз енді біздің комментаторлық цехтың майталманысыз ғой, енді гигантсыз. Сіздің қолыңыздан талай мамандар шықты, өтті, және соларды атап өтсеңіз, менен бөлек. Енді мен өзім оларды өз қолыммен алып келіп, жаңағы микрофонға отырғызым деп айта алмаймын, енді ол жерде үлкен ұжымдық жұмыс қой. Қазақстан телерадио корпорациясы, сол корпорацияның аясында ашылған Қазспорт телеарнасы. Енді спорттық арна болғаннан кейін ол жерде мықты мамандар керек. Сол корпорацияның жетекшілерінің жалпы осы өзіміздің жұмыс жоспарымыз бойынша комментаторларды іздеу керек болды. Содан кейін іздедік. Кастинг ұйымдастырдық. Өзіңіз жаңа сөздің басында айтып өткендей. Сол кастингтің арқасында келдіңіз сіз. Ұмытпаған шығарсыз, 2 ай ма бізде көрермендердің жаңа интернеттегі дауыс беру болды. Соның арқасында бағыңыз жанып, өзіңіздің ізденгіштігіңіздің арқасында, біліктілігіңіздің арқасында, бізге ұнағаныңыздың арқасында эфирге шықтыңыз. Сондықтан да енді бұл жерде мен енді өзімнің еңбегімді ерекше атап өткім келмейді, өйткені ол жерде мен жай ғана орындаушымын. Маған тапсырма берілді, мен сол тапсырманы жүзеге асырдым. Енді қазір кішкене алыстап кеттім. Жалпы спорттық шаралардан, спорттық журналистикадан, өйткені басқа да шаруалармен айналысып жүрмін, бірақ та арасында байқап жүрмін, қол тиген кезде. Осы біздің ұйымдастырған іріктеу жұмыстарының арқасында эфирге шыққан жігіттердің барлығы қазір жақсы, аяқ алыстары жаман емес. Солардың арасында жаңа атап өттіңіз ғой. Енді қазір көпшілік айтады, осы еліміздегі ең талантты, ең мықты комментатор деп ерсін ерікті айтады. Одан бөлек Дмитрий Нестеренко бар. Қазір Дмитрий менің білуімше басқа арнада жұмыс істейді, бірақ дегенмен енді өзі сол футболдың айналасында жүрген жігіт қой, тек біз оны жай ғана тәжірибесі болғаннан кейін эфирге шақырдық. Ол бірден алып кетті. Дмитрийде мысалға сіздер секілді бірнеше кезеңнен тұратын кастинг болған жоқ, оны жай ғана шақырдық, келдік, көрдік, ұнады. Содан кейін эфирге қостық, ары қарай алып кетті. Дмитрий өте білімді жігіт, әсіресе футболды өте керемет түсінеді. Кейде репортажын тыңдап отырып, тіпті мен ойымша футболшыларыңыз көп нәрсені ұғатын секілді көрінеді. Одан бөлек Лилияна Әлжанова деген өзіміздің әріптесіміз бар. Тағы кімді айтуға болады? Ғалым Сүлеймен,
Виктор еліміздегі Кирилюк. өте мықты комментатор. Ғалымды да біз жаңа Дмитрий секілді эфирге бірден шақырдық та, көбірек деген жоқ. Сол кезде хабар телеарнасында жұмыс істейтін мен Есей Жеңісұлы, өзіміздің сүйікті ағамыз, осы сөзге шешен, өте білімді жігіт, статистиканың әсіресе шебері. Енді айта берсек көп. Виктор Кирилюк бар. Виктор Кирилюк Исатай- секілді кастинг. Исатай Мадиев. Енді Исатай мен Арман, енді ол менің мақтанышым. Енді Исатай мен Арманы мен Любимчик жүрген дейсіз, жерімді мақтап жүремін. Енді олар шынында да нағыз білетін мамандар да. Мен осы Исатай мен Арманның эфир жүргізген, әсіресе UFC турнирлерін жүргізді ғой. Сол кезде түсіндім, ары қарай менің спортта жұмыс істеу міндетті емес екенін. Ары қарай Қалай ол? миссиям аяқталды, енді ары қарай өзім көптен жоспарлап жүрген басқа да жұмыстарға уақыт бөлу керек. Спорттық журналистикада, жалпы спорттық телеарнада жұмыс істеу ары қарай маған енді міндетті емес деген ойға келдім да, сонымен сол миссиямды аяқтадым. Эфирді өте қатты жүргізіп кетті ме олар? Өте керемет, маған ұнайды. Бірақ енді олардың өздерінің айтуына қарағанда ең алғашқы эфирді жүргізгендері мен қазіргі эфирді жүргізгендері жер мен көктей екен. Осы бір подкастта айтыпты. Оны маған бір әріптестеріміз жеткізді, бірақ мен оны көрмедім, өкінішке қарай қандай подкаст екенін айтпады. Бірақ Исатай мен Арманның жаңағы эфирді жүргізіп отырғанын көрген кезде шын мәнінде де, мысалға біз өзіміздің теледидар екенімізді қатты түсіндік та. Енді бізде енді қазақ болғаннан кейін жекпе-жек түрлерін жақсы көреміз, өзіміздің чемпиондарымыз мақтан етеміз дегенмен жаңағындай техниканы меңгеру, өйткені Исатайдың өзі бапкер ғой, мен жаңылмасам дзюдодан бапкер болу керек, біледі барлығы. Джиу-джитсу деген бәрі. Иә, сондай. Енді жекпе-жек түрлері көп қой қазір. Ең көп рейтинг беретін спорт түрі. Бірақ енді мен білуімше қазір республикалық эфирлерде ондай жекпе-жек түрлері аса көп емес. Бірақ дегенмен бокс бар. Қазақтың ұлттық спорт түрі деп есептейміз. Ол жағынан өте мықты, сондықтан да мен енді Исатай мен Арманды эфирге шақырғанымды өзім үшін енді мақтаныш санаймын. Енді Асхат аға қараңыздаршы, көбіміз мен сол іріктеуге келдік қой. Иә. Тіпті спорт журналистикасына бірінші рет келдік. Ондай жалпы спорт журналистикасы бөлек ғалым бар ретінде білмедік. Біз мысалға мен өзім финансист болдым, Иә. келдім, өзім бағым сынадым, Ерсін химик. Біз университетте оқыдық, енді ол сәл кішілеу, бірақ осындай футболға енді әркімнің бар таласы дейді ғой, бірақ та сала ретінде сол журналистиканы меңгермей бізді осы бәйгеге, додаға қосқаныңыз бұл қаншалықты дұрыс? Өйткені біз анда-санда ренжиміз да, спорт жалпы журналистика мамандығын бітірген адамдар да осы спортқа келгісі келеді ғой. Талай кейс болды ғой, журналистиканы бітіріп, спорт журналист болып кеткен деген секілді. Бірақ біз ана бір спор болады ғой, актерлік шеберлік мастерствоны бітірмей, блогерлер баяғы актер болып кетеді. Бізде де дәл сондай болды. Бұл өте қауіпті бір андай болған жоқ па? Кейс бір сол жағынан айтып кетсеңіз. Енді бұл сұрақ деген енді біздің мына кеңес одағынан шыққанымыздың бір дәлел деп есептеймін. Негізінде талант адам кез келген жерде жарып шығады. Сондықтан да ондай стереотиптерді ұмыту керек. Өйткені жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, кино саласы, актерлар деп. Кәсіби актерлардың мектебі бар екенін көрініп тұрады, бірақ кадрде немесе сахнада, ал журналистикаға келетін болса, ол жерде журналистика факультетін бітіріп ол тек қана диплом ғой. Ал адамның біліктілігі, ізденгіштігі, жаңа сөздің басында айтып өткеніміздей, талаптылығы, таланттылығы ол қағазбен есептелмейді. Мен Ерсінмен осы сөйлескен кезде айтқанмын, өте таланттысың, өте еңбекқорсың, ізденгішсің, бірақ та шамаң жеткенше өзің негізгі мамандығыңды тастамауға тырыс. Өйткені біздің елімізде ғылымға да баса көңіл бөлу керек. Қазір бөлініп жатыр ғой, өзіңіз естіп жатқан шығарсыз, шет жағасын. Ерсін айтқам, шама жеткенше екеуін бірдей алып жүруге тырыс деп. Білмеймін, қазір Ерсін химиямен айналысып жүр ма? Айналыспайды. Ерсін де мен де қазір өз мамандығымызды тастап, осы спорттық бағытқа кеттік. Енді жассыздар ғой, бірақ та түбінде ойлана жүру керек. Өйткені ол енді мен өзімнің тәжірибем деп айта алмаймын, өйткені қатты қартайып тұрған жоқпыз, бірақ дегенмен уақыт өте келе одан да шаршайсың. Комментаторлықтан да шаршайсың, жалпы спорттан да шаршайсың, өйткені сол топ қолай бересің, ол таусылмайды. Өйткені біз, мысалға мен өзім осы алғаш рет эфирге шығуды бастаған кезде
өте талантты, өте керемет, шебер ойнап жүрген жігіттердің көбі қазір есейіп, сүйектері қатайып, қазір өздерін басқа жағынан көрсетіп жүрген азаматтар, мысалға жаңағы осы эфирдің алдында айтып өтті ғой, Самат, мысалы Смақов, Нұрболы Жұмасқалиев, осы біз комментаторлықты бастаған кезде олар енді ғана бастаған жігіттер болатын. Карпович, қарасаңыз, әрқайсысы осы Қазақстан чемпионатына бір команданың тізгінін ұстаған бапкерлер. Лория, мысалы, қазір Қазақстан футбол федерациясында басшылық қызметте, көрдіңіз ғой, сондықтан да өсу керек, өзгеру керек. Сондықтан да егер ерсін менің ақылымда құлақ асатын болса, сол өзінің мамандығы бойынша да бағын сынап көрген дұрыс деп ойлаймын, өйткені біздің елге керек. Ал комментаторлықтың келесі ступенькасы дейді ғой, ол қандай жұмыс болуы мүмкін сіздің ойынша? Өйткені қазір біз блогерлікпен де айналысамыз, подкаст жүргіземіз, әрбіреуінің өзіміз бағдарламамыз бар. Сіздің ойынша келесі саты ол қандай болуы керек? Футбол клубқа кету ма, жұмысқа, директор болу ма, әлде федерацияға жұмыс атқару ма? Енді менің өте жақын араласатын досым бар, Айдын Қожахмет деген. Енді сіз де танитын боларсыз. Қазір Жеңіс футбол клубында басшылық қызметте. Айдынның өте керемет бір қасиеті, ол өте керемет сарапшы. Ол содан кейін ақпаратты өте уақытында жеткізе біледі және адамдардан керек ақпарат дер кезінде жинай алады. Ол анау бір арнасы болды емес па, телеграмда? Бар, әлде бар ма? Иә. Сол арнасының арқасында Айдын деген осы қазіргі күніне жетіп отыр деп есептеймін мен өзім. Өйткені оған дейін ол өте жақсы жазып жүрді. Аналитикалық материал, анау Республика алаңы 13 деген ғимарат бар осы Алматыдағы. Сол жерде газета KZ деген сайт болған, сонда Жақаев, Асқат Жақаев, содан кейін сол Айдын бар, содан кейін Диас Жақаев деген өзіміздің інішек болған, Константин Харламов. Сол барлығымыз отырып алып, жаңағы спорт туралы неше түрлі материалдарды ертеден қара кешке шейін отырып талқылайтынбыз. Сол кезде Айдынның мен байқаған бір ерекше қасиеті, ол жай ғана журналист емес, сонымен қатар жаңағы Дмитрий Нестеренко секілді өте керемет футболшы есебінде жақсы аналитика жасай алатын. Содан кейін білдім, ол жас кезінде футболмен айналысқан екен ғой. Өте жақсы ойнаған екен, бірақ кейін білуімше денсаулық жағдайына байланысты футболшы болмады, бірақ көрдіңіз ба, ол соның ішінде жүрген адам. Журналистикада жүрді. Егер мен қателеспесем, Айдынның да мамандығы негізінде журналист емес, ол бір энергетик па, сондай болу керек. Энергетика саласында. Енді қазір өте жақсы жұмыс атқарып жатыр деп ойлаймын, өйткені білуімше қазір Жеңіс футбол клубына да өте жақсы инвестициялар тартылып жатыр. Амандық болса, енді ол командада өзін көрсететін шығар деп ойлаймын. Енді ол командаға жалпы осы Қазақстан футболына осы Айдын секілді мықты жігіттердің білімі керек. Өйткені олар жаңағы жүйені, құрылымды, инфраструктураны өте жақсы біледі ғой. Командалардың қалай ұйымдастырылатын, ойыншылардың қалай жиналатын. Мысалға мен жай ғана сырттан қарап отырған комментатормын, кейде олардың ішкі жағдайын біле бермеймін. Енді сіздер жақсы білетін шығарсыздар өздеріңіз. Мықты комментатор болу үшін не істеу керек? Жалпы енді жас комментатор, тәжірибелі комментатор деп бөлуге болмайды ғой барлығын. Мықты комментатор жасы да болуы мүмкін, егдесі де болуы мүмкін. Сіздің ойынша, сіз енді көп комментаторды көмектестіңіз ғой, бізге талай білім айттыңыз, эфир кезінде көмектестіңіз, бағыт-бағдар бердіңіз. Сіздің ойынша жақсы комментатор болу үшін қандай шаралар, жұмыстар, жалпы қасиеттер керек, атқарылу керек? Көп оқу керек. Кітап? Көп оқу керек. Кітап оқу керек. Қазір ешкім оқымайды ғой. Бастау керек. Онсыз болмайды. Көп әдебиет болу керек. Содан кейін енді біз осы елдің азаматтары болғаннан кейін, осы қазақ тілінің болашағына біз жауапты болғаннан кейін, осы өзіміздің ана тіліміздегі көптеген ұлы жазушыларымыздың еңбектерін оқу керекпіз. Әрине, мысалы Мұхтар Әуезовтың немесе Дулат Исабеков ағамыздың еңбектерінде енді комментатор болуға нұсқаулықтар жоқ. Бірақ дегенмен сол кісілердің жазғандарын түсініп оқитын болсаң, сезініп оқитын болсаң, көп нәрсені алуға болады. Мысалға мен енді ерсін білетін шығар, ұмытпаған шығар деп ойлаймын. Исатай анық білет. Мен оларға айтатын, шамаларың жеткенше тойға барыңдар.
асабаның қалай жұмыс істейтінін, жаңағы аудиторияны қалай үйіріп алып кететініне назар аударыңдар. Өйткені комментаторлық енді қай жағынан алып қарасақ та ол енді мыңдаған, тіпті миллиондаған адам көретін үлкен трансляцияда жұмыс істейді ғой. Сондықтан да оларға жаңағы қарапайым көрермендерге бір ұнайтын сөздер айтылуға тиіс эфирде. Ал оны қай жерден аламыз? Біз жаңағы әдебиеттерден, болмаса шешендердің әңгімелерінен, сол айтыс ақындарынан да тыңдауға болады. Мен білем, Ерсінге тапсырмада берген, тіпті Дулат ағамыздың жаңағы ескерткіш, Талахан 186 деген әңгімелерін оқып, шама жеткенше эфирде соны қолдануға тырыс дейтін. Өйткені ол жерде нағыз бір керемет шешендік бар да. Ол жерде өйткені сөз тауып айту керек қой. Жай ғана мысалы футбол трансляциясы сол жаңа топты қуалау емес. Болмаса жаңа алаңда жүрген ойыншыларды мақтау емес. Ол жерде кішкене болса бір шешендік өнер қажет болады. Сіз кеткеннен кейін, жалпы 2022-де кеттіңіз ғой, сіз 2020-да. 2020-да кеттіңіз ғой, енді 5 жыл өтті ғой. Арада 5 жыл өткеннен кейін Қазспорт телеарнасында бір мен деген мықты комментаторлар шықпады. Тіпті Қазспорт телеарнасы андай бір кастинг, сіз жасадыңыз ғой кастингтер, онда ұйымдастырмады. Барлығы сол бұрынғы жасап жүрген балдар. Сіздің ойыңызша жалпы неге сіз сол кезде 2018-ден бастап, жаңылмасам, кастингтер жүйесін 2014-тен бастап, неге кастингтер жүйесін жалпы бастадыңыз? Өйткені мамандар жетпей қалды ма, әлде сол жаңағы сол кезде комментаторлардың жұмысы ұнамай қалды ма? Неліктен сол 2014-тен бастап 5-6 жыл қатарынан сіздер әр жыл сайын кастинг, тіпті 2 кастинг жылына істеп осындай комментаторларды іздедіңіздер? Енді мен қазір Қазақстан телерадио корпорациясында жұмыс істеймін. Абай телеарнасы бар. Өте керемет арна, менің ойымша, осы біздің үкіметтің, осы біздің корпорацияның, осы біздің руханиятқа, біздің көрерменге жасаған үлкен сый деп есептеймін. Өйткені Абай телеарнасында мен өзімді жаңа қырымнан тануға мүмкіндік алдым. Өте бақыттымын деп есептеймін мен өзімді Абай телеарнасында жұмыс істегенім үшін. Ал Қазспорт телеарнасына келетін болсақ, енді былай рейтинг деген ұғым бар ғой. Рейтингке қарасақ, арнада өте керемет жұмыс жүргізіліп жатыр. Ал енді неге жаңа комментаторлар жоқ дегенге келетін болсақ, менің ойымша осы қазіргі бар комментаторлар жеткілікті. Мен егер қателеспесем, осы жуырда ғана корпорацияның басшылығы осы медиа мектеп деген үлкен жобаға, осы комментаторларға арналған арнайы бір дәрістерін ашқанын айтты. Жариялады, иә. Сіз жаңа айттыңыз, не кастинг жүргізілмейді деп. Енді ол өмір бір орында тұрып қалмайды ғой. Мысалға, бір уақытта кастинг, бірақ ол ескереді ғой, ол ескеретін формат дейсіз ғой. Формат өзгереді. Ал медиа мектеп жаңағы мен айтып өткен ол, сол кастингтің жаңа түрі. Өйткені бұған дейін осы медиа мектепте 5 жыл болды ғой деймін, сол 5 жылда өте талантты жастар, тіпті қазір осы корпорацияда Қазақстан ұлттық телеарнасында жұмысқа тартылып деп естідім. Астанада әрине. Алматыдан да 1-2 талантты жастың өткенін естідім. Мен 2014 жылы алғаш рет кастинг өткізуді бастады деп айттым ғой. Содан бері 2020 шамамен бір 12-13 баланы алдық қой біз, өзіңіз бар арасында. Ал 5 жылда тура сондай көлемде менің ойымша талантты жастар жұмысқа тартылған болу керек. Және жаңағы комментаторлардың курсына осы өзіміздегі кезінде кастингті өткен жігіттер тартылады деген ойдамын. Олар да өздерінің жаңағы тәжірибесін бөліседі, үйретеді, қалай жұмыс істеу керек екен. Сондықтан да менің ойымша бұл жұмыс ешқашан тоқтаған жоқ. Ал Қазспорт телеарнасы қазір өте жақсы жұмыс істеуде менің ойымша, өйткені оларда студиялық хабарлар жақсы, өте сапалы деңгейде шығып жатыр. Содан кейін тағы да бір үлкен мақтанатын жайт, ол жаңағы Чемпиондар лигасының финалдық ойыны бар ғой, соңғы өткен Мюнхенде, егер қателеспесем. Ерсіме Виктор. Иә. Сол оқиға орнында репортаж жүргізілген кейін үлкен шараларға біздің тілшілеріміз барып, ылғи да репортаж жүргізіп келе жатыр. Яғни өзгеріс керек қой бізге. Мысалға технология бізде күн сайын дерлік өзгеріске ұшырап жатыр. Сондықтан да жұмыс жаңаша бағытта жүргізілу керек. Сондықтан да менің ойымша өте дұрыс бағытта келе жатыр. Ал
енді менің бір ғана тілегім бар бұл жерде, жаңа медиа мектепке шақырылатын біздің әріптестеріміз, екеуміздің әріптестеріміз, сол енді жастарға сол кезінде біз үйреткендегідей шамаларың жеткенше үйретсін деп тілейік. Өйткені есімде Исатайды біз 2016 жылдың желтоқсанында өткізді кастингтен. Содан кейін Исатай 2017 жылдың қазанына дейін ғой деймін эфирге шыққан жоқ. Көрдіңіз ба, біз өте талантты, өте мықты комментаторды алып алдық та, саған жұмыс береміз деп арқасынан қағып қойдық та, шамамен жарты жылда эфирге шақырмадық. Неге? Өйткені ол кезде бізде трансляциялар аз болды. Бар трансляцияның өзін, мысалға өзіміздегі, өзіңіз жақсы білесіз ғой, Ермек, Төренияз, Қайырхан, Аян, Тұрлыжан. жоқ, Тұрлыжан көп ол трансляцияда болған жоқ, ол Тұрлыжан көбінесе жаңағы репортаж сол жағында көбірек жүрді да. Сол Аян, сол Ермек, солар көбірек жүргізді. Өйткені ол кезде енді қалай айтсам олар екен, трансляция онша көп болған жоқ. Қалай трансляция көбейді, солай Исатайға, Арманға жақсы мүмкіндік берілді деп. Маған да 2 айдан кейін бірақ бердіңіз ғой, чатқа қосып алдыңыздар да. Иә, көрдіңіз ба, ол Ерсін де солай, Ерсінді өткізгеннен кейін Дидар бірінші шыққан болу керек осы Ерсінге қарағанда. Өйткені Дидар мен Ерсіннің тандем өте жақсы болатын, білмеймін қазір қалай екенін, екеуі бірігіп жұмыс істеп жүр ма, сирек па. Сондықтан ол енді әркімге әрқалай. Мен бір енді білмеймін, рас па, өтірік па, мені жалпы осы қазспортқа, жалпы комментаторлыққа алып келген бір адамым, ол Ерлан Қарин. Иә. Өткені маған бір енді сол кастингтің төңірегінде қыздар болды, өзіңіз білесіз, Салтанат, Дания, басқа да қыздар. Солардың біреуі маған айтып қалды ма, сені Қарин өзі таңдады деді. Мен қойшы, қалай, мен жаңадан келген зеленый адаммын, мені қалай ұнатты. Мен жалпы қазспортқа комментатор болу емес, жай қазспорттың комментаторлығы қандай жалпы жерде комментирование жасайды, жұмыс істейді, олар өмірі қандай деп өзім жай талпыныспен келдім. Андай задача болған жоқ, мен комментатор боламын деген. Бірақ одан кейін осы әңгіме естігеннен кейін өзімді бір мықты маман, талант деп ретінде сезініп қалдым. Бұл қаншалықты рас, Асхат Омаров? Осыны сізден сұрайын деп уақыт болмады. Енді ол рас, бірақ енді Ерлан Тынымбайұлы Қарин ол біздің корпорацияның жетекшісі болған. Ол кезде болды, иә. Жастарға көп мүмкіндік берді ол кісі. Иә, осы жастарды, осы талапты жас азаматтарды көбірек тарту керек, оларға көмектесу керек деп ылғи айтып жүретін. Иә, соның арқасында өйткені жаңағы интернет арқылы дауыс беру идеясы негізі сол кісінікі. Біз деген жаңағы қазспорт телеарнасының сайтында арнайы бөлім ашып, еркін дауыс беруге мүмкіндік беріп, көрдіңіз ба, оның барлығын үлкен ауқымды жұмыс. Иә, сол сізден бөлек Дидар Есемов та сол кезде өтті ғой деймін, егер мен қателеспесем, иә. Ол бір жылдан кейін мен. Бір жылдан кейін. Өз мен өткен кезде 2018 бет, жалғыз мен ғана қалдым. 2018. Жалғыз мен ғана қалдым. Иә, 2018-де сіз болдыңыз. Иә, ол жерде кәдімгі үлкен комиссия болды. Біз қандай үлкен кісілер шығып. Қайрат Сақ, мысалы елімізге белгілі журналист, өте мықты маман, біздің құрметтейтін ағаларымыздың бірі. Сол кісі комиссия құрамында болды. Намазал Омашев, мен өзім өте қатты құрметтейтін еліміздегі ең бір мықты журналистердің бірі. Осы қазіргі журналистердің көп сол кісінің алдынан өтті ғой. Намазал Омашев ағамыз болды. Қайрат Сақ болды. Содан кейін, егер мен қателеспесем, Дмитрий Нестеренко болды. Сол комиссия құрамында енді сол кастингтен өтті ғой. Сол кездегі арнаның директоры Павел Цибулин болды, иә. Сол кезде жаңағы төрағамыздың өзі отырып, әрбір үміткердің жаңағы аудиосы дейміз ғой, сіздерді жазып алдық, соларды тыңдап, содан кейін кімді қабылдау керек, кімді қабылдамау керек. Сол кезде комиссия бір ауыздан шешім қабылдап, сол кезде сіз өттіңіз. Иә, жаңағы Салтанат пен Дания енді ұйымдастырудың басқасында сол екі қыз жүретін ғой, өзіңіз білесіз. Біз әшейін не келген үміткерлер тыңдаймыз да қоя береміз. Барлық қара жұмысты сол жаңағы дерек жинау дейді, сіздердің әрқайсыларыңыз резюмелеріңіздер деу, материалдарды дайындау, оның бәрі сол екі қыздың мойнында болды. Иә. Есіңізде ме сол момент мына баланы алыңдар деп Қарин айтқаны? Иә, есімде. Қалай болды? Маған өзіме қызық. Мүмкін біздің подписчилерге қызық. Сізге біз қай ойынды қойып бергеніміз есімде жоқ. Менде бар. Астана мен Қайраттың арасында ойын болу керек. Және Германия мен Франция арасындағы ұлттар лигасы болды. Енді ол нашар ойын болды ғой. Жоқ, маған гол қойып бердіңіздер ғой, гол моменті бар. 10 минут уже. Анау
Қайраттың қақпасына Максимович соқты ма, сол кездегі жаңағы комбинацияны қалай жүргізгеніңіз ұнады негізі бәріне. Орысша жүргіздіңіз ғой енді. Иә, Оны. орысша. Иә, ұнады. Сол кезде, иә. Сол кезде мамандардың барлығы жаңағы комиссия құрамындағы өте жоғары бағалап, дауысыңызды, тембірін, барлығын. Иә. Ермұхамед Мәулен туралы да сұрақ қоя кетейік. Өйткені Ермұхамед Мәулен Қазспорт телеарнасынан кеткен кезде мен басшылықтың қимылдары дұрыс болмады, сол үшін кеттім, бір ренішім бар деп айтып жүрді сізге және Павел Цыбулинге. Жалпы Ермұхамедті бір комментатор ретінде көзқарасыңыз қандай Ермашқа? Енді шынын айту керек, бұл сұрақ негізі Ермұхамедтің өзіне қойылған дұрыс шығар деп ойлаймын. Өйткені менің жұмысым ол бір немесе екі адамның аузына қарап отыру емес қой. Біз тұтас үлкен арнаға жауап береміз. Сол себептен менің ойымша сол кісіге бағыттағаныңыз дұрыс бұл сұрақты. Асхат аға, қазір сіз спортты жанкүйер ретінде ме, әлде сол сарапшы, маман, комментатор ретінде қарайсыз ба? 5 жыл өткеннен кейін. Өйткені сіз соңғы рет қашан шықтыңыз жалпы Қазспорттың эфиріне? Пандемия кезінде шықтық қой. Пандемия кезінде барлығын жүргіздіңіз ғой? Иә, эфир жабу керек болды содан кейін. Жоқ, барлығын жүргізген жоқпыз. Біз деген ана шетелден келген материалдарды өткен ол кезде ана шетелде әріптестеріміз болды да. Сол әріптестеріміз бізге бір контенттер ұсынды. Жекпе-жек туралы контенттер ұсынды. Иә, бокс туралы, Головкин туралы 5 па 6 ма соны материал келген жақсы. Содан кейін Австрия чемпионатын көрсеттік. Біздер үйден шыға алмай қалдық қой? Иә. Сол кезде жұмыста көп болдық біз, пандемия кезінде. Сол кезде сол материалдарды эфирге беріп айтып. Арада 5 жыл өткен сайын бір футболды қарап, ерсін, мына жерде дұрыс айтқан жоқсың ғой деген бір ойлар келмей ме? Жоқ, дұрыс бәрі жақсы. Айтып тұрмын ғой, әркім өзіне жауапты да. Біздің жауапкершілігіміз олардың жұмысқа дер уақытында келіп, эфирді аман-есен өткізгендігі. Өйткені қазір жаңа жоғарыда айтып өткенде бір есік жабылса, алдыңнан 5 есік ашылады. Иә, оны ешкімнің аузына жаңа қақпақ қоюға болмайды. Бірақ та эфирдің этикасы деген тағы да бір үлкен бір ұғым бар да. Эфирдің этикасына мысалға эфир жүргізіп отырып, мысалға саясат немесе басқа да жаңа сіз жүргізіп отырған матчқа ешқандай қатысы жоқ әңгімені айтуға ол үзілді-кесілді тыйым салынады. Ондай жағдайлар болған негізінде эфирде. Содан кейін көптеген әріптестеріміз өкпелеп, сендер неғып біздің аузымызға қақпақ қойсың, айтамын. Айналайын-ау, сенің жүргізіп отырған шаңғы жарысы. Ал шаңғы жарысы кезінде сенің анау Франциядағы болған жағдай туралы пікірің кімге керек деймін де? Шаңғышылар туралы айтайық. Өйткені ол деген спорттық арна, спорттың эфирі. Ал қазір құдайға шүкір әлеуметтік желіде еркін ойыңды жазуға мүмкіндік бар. Соны эфиріңді жүргізіп алды, содан кейін әлеуметтік желіде өз ойыңды жаз, саған ешкім жоқ деп айтпайды. Қой деп айтпайды. Иә, сондай талаптар бар, әйтпесе қалған жағынан бәрі менің ойымша. Сол өз орнында болу керек. Сағынбайсыз ба? Жоқ, сағынбаймын. Жүргізіңіз келмей ме матчтарда? Жоқ. Шақырса ше? Шақырған негізінде. Қашан? Көп шақырды осы соңғы 5 жыл ішінде 6-7 рет шақырған. Қазспорт телеарнасы әлде бір коммерциялық? Қазспорт телеарнасы емес, коммерциялық жобалар. Қызығушылық жоқ. Өзіңіз матчтарыңызды іздемейсіз бе ютубтан? Жоқ, іздемеймін. Керек не, ол өтіп кетті ғой. Ол ностальгия деген жақсы, бірақ енді оған зейнет демалысына шыққан кезде уақыт болатын шығар, қазір уақыт жоқ. Бітті, Асхат Сағынаев комментатор емес, жүргізбейді деген ұғымда қате шығар, иә? Бір күні қайтып келуіңіз мүмкін ғой? Астанаға көшіп кетсеңіз қайтадан? Комментатор болуға? Жоқ, да. Қызығушылық жоқ. Болды, келмейсіз. Негізінде енді мен өзімді мақтағым келіп отырған жоқ. Қазір мына сіздің эфиріңізді көріп отырған адамдардың да айтуы мүмкін ғой. Мынау кім? Мұның айтқанының бізге не керегі бар? Өйткені деген секілді пікірлер болуы мүмкін. Ондай пікірлердің болуы заңдылық, өйткені әр адамның өзінің ойы бар ғой. Бірақ мен жаңа әңгіме барысында айтып өттім, спорттан керегімді алдым. Кезінде қызық болды маған да. Бірақ осы қызығушылық уақыт өткен сайын азая бастады. Әртүрлі себептер бар оның. Ең басты себебі менің басқа да қызығушылықтарым бар да, мысалға.
сол қызығушылықтарға көбірек уақыт бөлу керек болды. Содан кейін отбасы пайда болады, отбасыға да көңіл бөлу керек. Өйткені біз енді қазақ ол бала үшін өмір сүруіміз ғой, ол түсінікті, иә. Сол себептен спортқа азырақ уақыт бөлуге тура келді. Тіпті бір кездер тастап та кеткем. Содан кейін 2014 жылы Қазспорт телеарнасына шақырды мен, бірінші бас редактор, содан кейін бас продюсер болып. Сол кезде айттым, ай жарайды енді, спорттан кезінде біраз аларымды алып едім ғой, спортта біраз қызық дәурен бастан өтіп еді ғой, енді осы аяқтап тастайды деп, жаңағы айтады ғой, гештальт деп. Өйткені жаңағы сіз сөздің басында айттыңыз ғой, осы комментаторларды эфирге шығардыңыз. Сол кішкене болса да жинаған тәжірибемді осы балаларға беріп кеткім келді да. Содан кейін Исатай мен Арманның бір эфирі жүргізіп отырған, онда Қазспорттың эфирінде емес, егер мен қателеспесем, осы Найза файтинг бет, ана Ақтаудағы Нұрбек Қарабаланың промоушны бар ғой, аралас жекпе-жектен. Соны ютубтан көріп қалдым, егер мен қателеспесем. Сонда Исатай мен Арманның жаңағы майын тамызып, керемет қылып жекпе-жекті жүргізіп отырғанын көрген кезде айттым, дұрыс болған екен. Кеткенім дұрыс болыпты. Қойғаным дұрыс болыпты дедім. Өйткені ары қарай мен ештеңе бере алмайды екенмін ешкімге. Ал өзіңді қинаудың не керегі бар? Дедім де сонымен қойдым. Сол кезде ең алғаш рет сол көзім жетті, шешім дұрыс болған. Оның алдында негізі осы корпорацияның басшылығын айтып жүретін, мен қоятын уақытым келіп қалды. Мені жіберу керексіздер деп. Кейін ол кісілер де түсінді, жіберді. Жай ғана жіберген жоқ, Абай телеарнасына барып жұмыс істеді. Сол Абай телеарнасында жүрміз қазір. Әр күніміз қызық, әр күніміз мереке, ұнайды. Сол, ал спортқа келетін болсақ, иә, көріп тұрам арасында спорттық трансляцияларды. Ең соңғы көргенім осы былтыр емес пе, Париж Олимпиадасының финалы, Елдос шыққан. Иә, ұлымыз екеуміз отырып көргенбіз, Елдосқа. Жаңа французбен шықты ғой финалда, дзюдода. Иә, сол кезде көргенбіз, өйткені менің ұлым өте патриот. Барлық осы қазақтар шыққан жекпе-жектер жібермей көреді. Қайраттың ойындарын оқи көріп отырады, әсіресе чемпиондар лигасындағы ойындарын. Арасында айтып қоямын, мынандай деп. Сол. Ұлыңызға көрсеттіңіз бе өзіңіздің эфирлеріңізді? Жоқ, көрсеткен жоқ. Білмейміз, комментатор болғаныңызды? Жоқ, білмейді. Білмей ме? Жоқ, білмейді. Білудің міндетті емес. Сонда бір мақтарлықтай бір нәрсе емес па? Мен комментатор. Енді мен мақтанбаймын. Мынандай финал, сіз енді қанша чемпиондар лигасының финалы, әлем чемпионаты, Европа чемпионаты барлығын жүргіздіңіз ба? Иә, жүргіздік. Біреу үшін жетер-жетпес арман ғой, мысалға. Былай ғой, Елдар мырза, ол жұмыс ретінде қарап отырсыз. Иә, ол жұмыс болғаннан кейін, сол жұмыс бізге жалақы төленеді. Біз жалақымызды алдық. Эфирді өткіздік. Ешқандай жаңағы бір эфирде қалай айтсам болар екен, бір сәтсіздік болған жоқ, аман есен өтті. Өйткені жұмыс қой ол деген, жауапкершілік. Мен жай ғана комментатор болған жоқпын Қазспорт телеарнасында, мен деген жаңағы эфирге жауапты адам болдым. Содан кейін аман есен өткізіп үшін өте маңызды. Өйткені өзіңіз білесіз, мысалға Қайрат пен Реалдың арасындағы ойынға тұтас ел болып дайындалдық қой. Былай қарағанда коммерциялық турнир, иә, жеке клуб, алыстағы қонаққа келген жеке клубпен ойнайды. Екеуінің арасында ғана матч болу керек. Бірақ та бәріміз жүгіріп кеттік қой, Қайрат пен Реалдың арасында. Көрдіңіз ба, сонда қызығушылығы бар. Оны жанкүйерлердің азарты дейміз ба? А менде ондай жоқ. Ал спортқа деген махаббат? Спортқа деген махаббат кезінде болды, бірақ айтып тұрмын ғой, уақыт өткен сайын ол да азаяды. Өйткені бұл ойға мен қашан келдім? Бұл ойға келуімнің себебі осы еліміздегі өте мықты музыкант, ұлы тұлға бар. Енді атын айтпай қояйын, ол кісі ренжіп қалар. Өйткені екеуміздің арамызда жеке әңгіме болатын. Ол кісінің енді әлемдік сахналарда керемет өнер көрсеткен, еліміз әлі күнге шейін мақтан етеді. Сонда жаңа кісі сұрап жатырмын, ана залдағы өнер көрсеткен кезіңіз қай жылғы дейді. Ол кісі көрдіңіз ба, жаңағы залда, мысалға айталық, Миландағы залда ол кісі жыл сайын концерт береді, көрдіңіз ғой. Ол айтады, иә, ол жыл сайын сол залға барасың, сол көрермен, сол музыканттар, сол репертуар, иә, сол ұшақ, сол аэропорт, сол қала. Басында қызық болатын дейді. Бірақ уақыт өткен сайын одан да жалғасың дейді. Басқа бір нәрсе іздегің келеді дейді. Сол себептен енді ол кісі
айтқан кезде мен де өзім ойландым, сол кезде ой салды жаңағы. Жоқ, сіздер ойлап қалмаңыз, мені де ойландырып жүрдіңіз ғой. енді сіз ойлап қалмаңыз, мынау біреудің жетегінде кетіп қалыпты деп. Мені қызықтыратын басқа да салалар көп. Оны біледі менің әріптестерім бар ғой, мысалы Роман Лопатенко айтатын ол ойды, Павел Цибулин айтатын ол ойды, айтатын ой сенде ерге береді екенсің. Көрсіңіз ба? Осы Қазспортта жұмыс істейтін әріптестерге де, Ермекке де айтқан, мен анда Ермек Төренес, Аян қазір әлгі ханға сәлем бермейтін мықты маман болып кетті. Білесіз ғой, Аянды? Күшбаев. Иә. Бокс федерациясында төлеген Аянды. Иә, сол осы министрлікке қатысты салада жүр ол. Осы біздің спорт журналистерінің ішіндегі ең бір сондай озып шыққан жігіт қой. Сол айтатын, сол олар түсінбейтін мен көздерінен көріп тұратын олардың түсінбейтінін. Өйткені олар, мысалы, сіздің де көзіңізден байқап отырмын да, қатты түсінбей тұрғансыз. Неге спортты ұнатпауға болады? Мен спортты ұнатамын, спорт ұнайды маған, арасында көріп тұруға болады. Бірақ енді сондай бір фанат болу, менің ойымша қазір маған кішкене қызық емес. Мен қазір үйге барған соң диплом іздей бастаймын қазір бұрынғы. Жаныма алып қоямын. Сіз әлгі мен айтты екен деп тастап кетіп жүрмеңіз, өйткені айттым ғой жаңағы. Ермұхамедтердің мысалы подкастын жұрттың көбі жақсы көреді. Енді шын ол жігіттер өз орындарын тапты да, өйткені оның өзінің аудиториясы бар, оны жұрт жақсы көреді. Мен байқап жүрмін. Өткенде осы бір жерден оқып қалдым, әлде айттым екен. Осы Исламбектің құрамадан кететін туралы. Инсайтты біріншісі жарияладыңыз ғой, көрдіңіз бе? Ол өте маңызды. Сіздер демек осы істің фанатысыздар да, жақсы көресіздер, зерттеп жүресіздер, ал маған қызық болмады. Иә, белгілі бір деңгейге шейін мен де зерттеп жүрдім, араласып жүрдім футболшылармен, әсіресе жаңағы матч жүргізердің алдында 1 сағат 2 сағат бұрын стадионға келіп алып, футболшыларды қинайтынмын. Не істеп жатырсыңдар? Бүгін не істедіңдер? Бапкерлерің бүгін боқтады ма сендерді? Деп олар кетші құршы деп қолды бірақ сілтеп кетіп қалған кезде жаңағы команданың дәрігерлерімен араласатынбыз. Екінші бапкермен сөйлесетінбіз. Әйтеуір жаңағы репортажда айтатын бір нәрсе болу керек. Ол кезде интернет аз. Сіздер секілді телеграм каналы әлі болмады. Ақпарат өте аз болатын. Сол кезде біз сол команданың өкілдерін, баспасөз қызметкерлерін көп қинайтынбыз. Әйтеуір бір нәрсе тауып айтатынбыз. Сол кезде қызық болатын, бірақ кейін осы уақыт өте келе қызығушылық азайып кетті. Ал қызығушылық азаюының тағы бір себебі бар. Мына біздің еліміз енді креативті индустрия дейді ғой, жақсы дамып жатыр ғой. Құдайға шүкір, әсіресе кино саласында, содан кейін музыка саласында бізде қазір өте керемет жетістіктер бар. Осы салаға кішкене мойнымды бұрайын дедім да, сонымен сол кішкене спортқа деген қызығушылық өте қатты азайып кетті. Ол шамамен сол 2008-2009 жылдар ғой. Сол кезде мен тіпті есімде, 2008 жылы Евроның финалы болды ғой. Испания мен Германияның арасындағы финал. Сондықтан үйге келдім, қаншада келдім? Сағат 3:30-да ма? Сондайда келдім. Енді ойынның керемет өткені сол. Бірақ гол соғылды, бірақ деген. Торрес салды ғой. Торрес салды, иә. Сол кезде айттым, қайда барамыз ары қарай? Не істейміз? Мынадан кейін ары қарай саған керек па дедім осы. Иә, осы финалдан кейін ары қарай сен осы комментатор болып қала беруің керек па, керек емес па? Сол кезде бірінші сондай шешімге келдім, қою керек деген. Қойдық ақырындап. Қазір комментаторлар Асхат аға 24 мың теңгедей алады бір ойынға. Иә. Бұл жақсы баға ма, әлде аз ба? Сіз қазір енді комментатор емессіз ғой. Бұрын сіз енді бір рет көтердіңіз жалақымызды 8 мыңнан 16 мыңға дейін ба, сонда бірнеке болды, есімде. Біз хат жазып сіздер көтердіңіздер. Сіздің ойынша қазіргі 24 мың теңге ол әділ баға ма комментатор? Біріншіден мен көтерген жоқпын, корпорацияның басшылығы. Енді сіздегінде бүкіл корпорацияның басшылығы, мен бірден айта кетейін, ол қазір енді олардың жұмысына араласқым келіп отырған жоқ, бірақ та корпорацияның жетекшілері, жалпы кез келген үлкен ұжымның жетекшілері, олар ылғи қол астындағы қызметкерлердің жағдайын ойлап жүреді. Ол рас. Оны мен білем. Сондықтан да ол әлгі қазір жұрттың арасында басшылар андай мынандай екендігін әңгіме таратқан дұрыс емес. Мен енді кәдімгі қарапайым ғана азаматпын осы қатардағы, бірақ сонда да мен жалпы кез келген саладағы осы әсіресе осы біздің
үкіметтік саладағы азаматтардың халықтың жағдайын қатты ойлайтынын мен білемін. Өйткені депутат, содан кейін осы түрлі министрліктегі әріптестеріміз бар, өте мықты араласып жүрген азаматтар бар. Білемін олардың не ойлайтынын, қандай шешім шығарып жатқанын. Ал жаңағы 24 мың теңге келетін болса, ол енді әркімнің өзінің көзқарасына байланысты. Сіздің ойыңызша? Тек қана сіздің ойыңызша? Менің жеке ойым өте жақсы баға, нарықтағы қазіргі лайықты баға сол 24 мың теңге. Рас, өйткені әркім өзінің қалаған гонорарын сұрай беретін болса, онда бюджет ақша қалмайды ғой. Өйткені тұтас бір үлкен спорттық телеарна. Мысалға, біз кезінде осы 2000 жылдардың басынан эфир жүргізе бастадық қой. Мен 2002 жылы алғаш рет эфирге шыққам. Сол кезде ол айына 1 рет, айына 2 рет эфир болып тұратын. Сол кезде әйтеуір ақша төленетін, бірақ та біз ол ақшаға емес, жаңағы төленген бізге эфирге шыққанымызға мәз болып жүретінбіз. Шын айтам. Дәл сол, бізде де дәл сол. Мәз болып, деп жаңағы өзіміздің жаңағы жүргізгенімізді кейін кассетаны былай сұрап алып, қайтадан ол кезде кассетаға жазылатын ғой барлығы. Өзіміз мақтап жүретінбіз, іште сыртқа көрсетпесек те, өзіміз сондай бір керемет сезініп жүретінбіз да. Сол кезде бізге қанша төленді, кім төледі, не үшін төледі, оған қатты мән бермейді екенбіз. Көрдіңіз бе? Содан кейін эфир көбейе бастады. Ол кезде осы Алматыда бір телеарна ашылды, ұмытып қалдым қазір, KZ Play деп аталды ма? Ағылшын премьер лигасын көрсететін, Роман Лопатенко бас редактор болды. Жоқ, Оң ТВ-ға кейін сол араласты ма, әлде бірігіп кетті ма, сондай бір нәрсесі болды. Мен енді қазір өтірік айтқым келіп тұрған жоқ, бірақ ана Көктөбеден жүргізетінбіз біз. Алматыдағы Көктөбе бар ғой, сол жерде репортаж жүргізетінбіз. Сол кезде біз одан бөлек неде хабардасың, еларнада жүргізіп жүрдік қой. Сондай ақша алатынбыз. Былай қарағанда анау жеке инвестордың ақшасы, ал мынау мемлекеттің есебінен төлетін ақша. Сондай бірдей ақ болды гонорар. Қазір білуімше мына Сетантада да шамамен сондай гонорар. Сондықтан да ол әлгі кейде мен естіп қаламын, әлеуметтік желіде соған ешқандай қатысы жоқ, бірақ әйтеуір жаңағы біздің әріптестеріміздің бір жерде айтқан әңгімесін естіп алып, соны жазып, соны талқылап отырғандарға кейде таң қаламын да. Ол гонорар, ол әлгі комментатордың еңбек ақысы дегеніміз, ол енді белгілі бір экономикалық есеппен төледі, әйтпесе біздің жалпы халқымыз өте кеңпейілді ғой. Әлгі ұнаған адамына кейде астында атын болмаса мініп жүрген көлігінде мінгізіп жіберген кездер болған ғой. Сондықтан да егер еркіне салса, әркім солай жарылқап тастауға дайын тұрады, бірақ екінші бір мәселе бюджет деген бар, ұғым бар ғой. Өйткені біз мемлекетпіз. Бізде қазір экономика жаңаша бағытта даму үстінде. Өзіңіз білесіз, енді оны қазір экономика туралы білмесем де білгендей айтқым келіп тұрған жоқ, бірақ дегенмен әрбір нәрсенің, жалпы әрбір шешімнің өзінің себебі болады. Зерттеу бар, ол жерде отырып оны әркім талдайды, сараптайды. Әрбір үлкен жобаның өзінің белгілі бір бюджеті болады. Сол секілді бұл жерде де солай. Ол 24 мың дегеніміз менің ойымша өте жақсы, өте дұрыс, оңды гонорар деп есептеймін мен өзім. Енді Асқар аға, уақытымызға келіп қалыпты. Рахмет сізге. Бастысы радардан жоғалмаңыз, өйткені сізді естіп, өсіп, футболды жақсы көрген өте көп жанкүйерлер бар. Андасында сұрайды, осы Асқар Сағынаев қайда? Сондықтан сізге хабарласып, елге көрсетіп, Асқар Сағынаев аман есен, Алматыда қызметте, барлығы жақсы, бірақ футболға, спортқа оралмаймын деп жатыр жақын арада деп үміттенейік. Өйткені сіздің даусыңызбен енді бізде өстік, барлығы өсті. Міндетті түрде сол жаңағы эфирден үзінділерді салып қоямыз. Өйткені қазір бізді түрі бойынша ешкім береді. 10 секундын сала саласың ғой. 10 секунд. Ютубта барлығы бар. Сіздің көптеген матчтарыңыз Ютубта бар. Ютуб қарамаймын мен. Бізге бірге жүргізген футбол матчтарымыз бар. Екеуміз, соның барлығын 10 секундын салып. Көп рахмет.
Рахмет. Жұмысыңызға, отбасыңызға тек қана амандық, сәттілік тілеймін. Рахмет. Осылай сіз бізді жүре берейік. Менің бүгінгі YouTube арнама қонағым болып келгеніңізге мың алғыс. Енді сізді мен дос, ұстаз ретінде білем. Сондықтан да Рахмет. сіздей ағамен жұмыс істеуді, жалпы осы мен айтып отырамын ғой, бәлкім мені осы спорттық журналистикаға, жалпы осы движухаға алып келген ол Асхат Сағынаев. Движуха дейсіз ба? Иә, және Харин мырза екен, енді оны да білдік. Енді ол Ерлан Тынбайұлы туралы көп айтудың керегі жоқ шығар, енді үлкен. Енді ол кісіні өте қатты құрметтейміз ғой барлығымыз. Иә, сол себептен енді ол кісі ренжіп қалмасын деп сенейік. Егер рұқсат болса, мен бір ауыз өзім пікірім білдіре кетейін. Әрине. Енді шын айту керек, маған да кейде хабарласады, бірақ көп емес. Жаңа сіз айтқандай арасында сен қайда кетіп қалдың, жоғалып кеттің деп, құдайға шүкір еліміздеміз, туған елімізде. Айттым ғой, жаңа Абай телеарнасында жұмыс істеп жатырмыз қазір. Өзіме жаңа бір өмірдің, өзіміздің руханиятымыз жаңа қырын аштым. Талай үлкен адамдармен таныстым. Солардың бір қатар өкінішке қарай өмірден озып кетті. Мысалы Дулат аға Исабеков, Мұрат Әуезовпен бірнеше жолығып, енді ол кісімен әлгі бірнеше сағат өте қызықты уақыт өткіздік. Өйткені ол кісілерден тыңдай беріп, ол кісілердің айтқан әңгімелеріне қанығу деген өте бір керемет, бір үлкен мәртебеде. Ал енді спорт ол қызық. Спорт өте қызық, мен арасында көріп тұрам, жаңа айттым ғой. Ең соңғы көрген үлкен эфирім ол Елдостың финалы. Елдос Сметов бауырымыз бәріміздің төбемізді көкке жеткізіп, жалпы енді осы футбол тарихындағы ең ұлы ойыншы қазір Месси деп жатады ғой. Менің ойымша дзюдо тарихында осы Елдос дәл сондай дәрежеге ие, өйткені ол барлығын алды ғой. Азияны алды, әлем чемпионатын алды, олимпиадада 3 бірдей жүлдеге ие болды. Сондықтан да спортқа қызығушылығы бар жастарға өтінішім деп айтайын. Сіздер осы мәселеге қатты көңіл бөліңіздер. Жаңа сіз сұрадыңыз ғой, комментатор болу үшін не істеу керек деп. Біріншіден оқу керек, екіншіден жаңағы өздеріңіздің сағаттарыңыз келіп тұрған сәттер болады ол деген, мысалға футбол матчы немесе бокс жекпе-жек кез келген сәтте бір үлкен тарихи бір жағдай орын алып қалуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Соны ылғи да ойластырып жүріңіздер. Есімде мен анау 2007 жылы осы Алматыда орталық стадионда Қазақстан мен Сербия ойнады ғой, біздікілер 2-1 ұтып кеткен кезде. Сол кезде мен сол ойында репортаж жүргіздім, комментатор болдым. Сол кезде енді жаңағы ойынға уайымым сол, өйткені соның алдында біз шамамен 2 аптадай жігіттермен бірге Шымкентте оқу жаттығу жиынында болғанбыз. Арна Пайперстың командасымен бірге бардыңыздар, иә? Содан келіп Алматыға келіп осы матчқа дайындалған кезде 21-ші ма, қашан 23-ші наурыз ба, қай күні өтті 2007 жылы. Сол ертең сол матч болады деген күні енді мен дайындалдым, бар ақпаратты жинадым, керек нәрсемді пысықтап алдым. Бірақ ойым болады деген күні мына оң қолым істемей қалды. Өте қатты жаңағы қобалжудан ба? Қобалжу деп айтпаймын, әйтеуір бір білмеймін қандай сезім екен, қазір сөзбен жеткізу қиын да. Сон жаңағы ойын өтті. Біздікілер жеңді. Жеңгенде қалай жеңді дейсіздер ғой, енді керемет та бір сондай. Әлі күнге үшін сол әсерді өзім сөзбен жеткізе алмаймын да. Жаңағы ойын бітті, содан кейін мен стадионнан шықтым, мен негізі үйге жаяу қайтатын, сондай үлкен матчтардан кейін. Жалғыз өзім қайтатын, ешкіммен араласқым келмейтін. Қалай матч бітті, солай шығатын да кетіп қалатын, анау ойыншылармен қалып, болмаса әріптестермен қалып пікір алмасу немесе бір жерге барып отыру дегенді өзім онша түсінбейтін. Үйге келдім, қалай солай мына оң қолымның жаңағы үйіп қалғаны бірден жіберді ғой. Көрдің ғой, сондай бір әсер болуы мүмкін да. Сондықтан да айтайын дегенім, жаңа жастарға, осы спортқа қызығушылығы бар жастарға әрбір репортаждарыңыз, әрбір жасаған жаңа подкасттарыңызды бір тарихи мүмкіндік деп бағалаңыздар. Өйткені шын мәнінде ол спорт деген ол негізі үлкен оқиғалардан құралады ғой. Мысалға Елдос, менің ойымша, жылына кем дегенде 100 рет татамиге шығады. Жылына 100 рет мысалы спарринг өткізеді.
былай қарағанда спарринг пен жаңағы финалдық жекпе-жектердің айырмашылығы бар ғой енді маңыздылығы тұрғысында, бірақ дегенмен сол техника, сол элемент, сол әдіс, сол амал. Бірақ та тек мәселе сол екеуінің маңыздылығында. Жаңағы спаррингте қатты маңыздылық жоқ, ал жаңағы финалда маңыздылық бар. Елдос соны сезінді. Сол себептермен комментаторлардың әрқайсысына да сол әрбір жүргізген репортаждарыңыздың маңыздылығын сезініңіздер, сезінуге тырысыңыздар деп айтар едім. Сол. Рахмет. Сізге рахмет. Асхат аға. Құрметті біздің оқырмандар, Асхат Сағынаев секілді бізде спикерлер өте көп болады алдағы уақытта, сондықтан біздің арнаға жазылып, жалпы комментарий жазып, Асхат Сағынаевпен бірге көрген ойындарыңыз болса, сол туралы бір пікір бөлісіңіздер міндетті түрде. Эльдар Аманбаев, Асхат Сағынаев, Асеке рахмет. Рахмет сізге де. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман vibe.